Баршаңызға сәлем. Егер үйіңізде ет бітіп, не тамақ жасайтыныңызды білмей тұрсаңыз, онда менің рецептімді қабыл алыңыздар. Ең алдымен суда қайнаған картопымызды вилканың көмегімен езіп аламыз. Достар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ал енді езілген картопымызды шұңғыл ыдысымызға салып аламыз да, үстіне алдын ала суға қайнатылған гречкамызды салатын боламыз. Келесі кезекте бір дана жұмыртқамызды шағып саламыз. Және де дәміне қарай қара бұрыш және де тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Келесі кезекте котлеттің формаларын жасаймыз. Достар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте оңай дайындалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Котлеттің формасын жасаған кезде оның қалыңдығы маңызды болмайды. Котлетіміз піскен өнімдерден жасалып жатқандықтан арасы шикі болып қалады деген қорқыныш та болмайды. Келесі кезекте құрғақ табағымызға май құйып қыздырып алғаннан кейін котлеттерімізді жеке-жеке салып, қызарғанша әдемілеп қуырып аламыз. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, бұл котлеттердің жасалу жолы өте оңай әрі өте дәмді болып шығады. Сіздің отбасыңызға және балаларыңызға сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Достар, осымен біздің котлеттеріміз дайын болды. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Егер видеом сіздерге пайдалы болса, онда видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жаза кетсеңіздер, міндетті түрде жауап қайтарамын. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін алғысымды айтамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.